саламатсыздар құрметті оқушылар мен ұстаздар. Менің бүгінгі тақырыбым информатика пәніне арналған. Тақырыбы метод инвентор бағдарламасы. Менің ғылыми жобамның негізгі бөлімі осындай тақырыптарды қамтиды. Білім беру саласындағы бағдарламалау тілдері, метод инвентор бағдарламасының мүмкіндіктері, ағылшын тілінің бағдарламалаудағы пайдасы. Практикалық бөлім сауалнамадан және метод инвентор бағдарламасында шығармашылық жұмыстан тұрады. Және соңғысы қорытынды. Зерттеу нысаны IT саласы информатика, зерттеу пәні информатика, зерттеу әдістері. Осы бағдарлама арқылы зерттеулер жүргізіп, қолданыс нәтижесіне жеткізу. Менің жобамнан күтілетін нәтижелер ол IT саласына метод инвентор арқылы бағдарламауды жасауды үйрену. Менің жобамның мақсаты ол оқушыларды мектеп жасынан IT саласына және бағдарламалауға қызықтыру және үйрету. Қазіргі кезде IT мамандары ең сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Сондықтан оқушыларды мектеп жасынан осы саламен таныстыру және оларды қызықтыру өте маңызды деп санаймын. Метод инвентор маған осы мақсатты жүзеге асыруға көмек береді. Білім беру саласындағы бағдарламалау тілдері. Қазіргі күнде жүздеген бағдарламалау тілдері бар. Оның ішінде C++, Python, Scratch, Java, JavaScript және тағы басқалары. Осының ішінде Python мен Scratch мектеп бағдарламасы бойынша бірінші сыныптан бастап өтіледі. Және Scratch бұл балалар мен жасөспірімдерге арналған визуалды объектілерге негізделген бағдарламалау ортасы. Ал Python кодтау арқылы әртүрлі қолданбалар жасауға мүмкіндік береді. Осы Python мен Scratch қазіргі күні ең танымал және ең қолданысқа оңай тілдер болып саналады. Бастамас бұрын неге мен осы тақырыпты таңдағанымды айтқым келіп тұр. Тақырыпты таңдау барысында мен өзгелерге пайдалы, әсіресе мен секілді жасөспірімдерге, оқушыларға пайдалы тақырыпты таңдағым келді. Өз сыныбымда сауалнама жүргізіп, өзімнің таңдауым метод инвентор бағдарламасына түсті. Метод инвентор дегеніміз не және оның қандай мүмкіндіктері бар? Метод инвентор бастапқы коды ашық веб-қолданба болып табылады. Google компаниясымен әзірленген, одан кейін Массачусетс технологиялық институтының қолдауында, қазір оның қолдауында. Java және CodeScheme деген бағдарламалау тілдер жазылған. Android операциялық жүйелерінде жақсы жұмыс істейді. Және шығу уақыты 15 желтоқсан 2010 жыл. Осы бағдарлама компьютер бағдарламаларды енді бастаған оқушыларға Android смартфондарға әртүрлі қолданбалар, өз бетінше қолданбалар жасауға мүмкіндік береді. Starlog және Scratch бағдарламалық тілдеріне ұқсас тілдер арқылы визуалды объектілерді көшіруде, ол арқылы жақсы жұмыс істейтін қолданбаны жасауға үлес қосады. Осы бағдарламаны жасау барысында Google және MIT университеті білім беру мақсатындағы бағдарламалау жайлы көптеген зерттеулер жасап, өзінің үлесін қосқан. Ағылшын тілінің бағдарламалаудағы маңызы. Қазіргі күнде ағылшын тілі өте қарқынды дамып жатыр және өміріміздің әр саласына енгізілген. Тіпті дайын бағдарламаларды қолдануда ағылшын тілінің рөлі өте маңызды. Мысалы, бұл жерде метод инвентордың блок панелін көріп жатырсыздар. Барлық блоктардың сөздері ағылшын тілінен енгізілген. Сондықтан оларды қолдану үшін сіздерге ағылшын тілі керек болады. Алайда сіздер ағылшын тілін меңгермеген болсаңыз, онда бағдарламада өзіңізге ыңғайлы тілге ауыстырып қолдана аласыз. Метод инвентор туралы оқушылар қазір қаншалықты білетінін тексеру мақсатында мен өз сыныбымда сауалнама жүргіздім. Нәтижесінде көпшілігі тек естіген, немесе әдетте білмейді. Бұл информатика пәнінен мектеп бағдарламасынан тыс оқушыларды ақпараттандыру қажеттігін көрсетеді. Метод инвентор бағдарламасының бұл блоктар терезесі. Бұл жерде сіздер өзіңіздің ойының немесе қолданбаның сюжетін құрасыз, бір сөзбен айтқанда оның кодын құрасыз. Менің жобамның практикалық жұмысы. Осы бағдарламаның қолжетімділігін және оңайлығын көрсету мақсатында мен өзім
Қазақстан тарихынан тестілеу бағдарламасын құрдым. Осындай жеңіл дизайн құрдым. Осындай дизайн құру үшін сіздерге компоненттер панелі керек болады және қолданушының интерфейсі керек болады. Мысалы, осындай сурет таңдау үшін сіз интерфейстан сурет деген батырманы басып, өзіңізге керекті суреттерді аласыздар. Жұмыс жасау барысы қалай іске асады? Қолданушының интерфейсінде әртүрлі батырмалар болады. Осы батырмаларды басқанда сіздерде осыған тән блоктар пайда болады. Мысалы, математика, массиві, логика және тағы басқалары. Мысалы, математика батырмасына бассаңыз, сіздерге сандармен байланысты блоктар шыға бастайды. Және текст деген батырмаға бассаңыз, ол жерде сөздермен байланысты блоктар шыға бастайды. Meetup Inverter бағдарламасының блоктар командасы. Өзіңіздің қолданбаңызды жасағаннан соң, осындай блоктар жиынтығы сізде шығу керек. Нәтиже алу процесі. Соңында сіздер өзіңіздің қолданбаңызды, бағдарламаңызды біткеннен соң, оны телефонға жүктеп алу үшін осындай бұл жерде құру деген батырмаға басасыздар. Ол жерде сол қолданбаның QR-коды шығып, QR-код арқылы өзіңіздің телефоныңызға жүктеп алуға болады. Менің негізгі жобамның нәтижесі. Мен Қазақстан тарихынан тестілеу бағдарламасын жасағаннан соң, оны QR-код арқылы телефонға жүктеп алдым. Қазір ол қысқаша тестілеу болып, бағдарлама болып қолдана аламын. Қорытынды. Meetup Inventor оқушыларға IT саласында және бағдарламалауда дамуға көмектеседі. Мен оған өзімді жеткіздім. Өйткені мен қысқа уақытта 3 бағдарлама құрдым, осы бағдарлама арқылы 3 қолданба жасадым. Переводчик, текст request және программа для прохождения тестов. Осыны сіздер қазір, мен оны телефонға жүктеп алдым, оны сіздер қазір көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет.